Сақтар расымен Ескендір Зұлқарнайынның жолын кескен бе? Біздің заманымызға дейінгі 330 жылы Ескендірдің әскері Грекия мен Мысырды тізе бүктіріп, Персияны жаулап алады. Ал Сырдарияның сағасына жеткенде дала көшпенділеріне аздап түсіп атпай қалғаны бар. Тарихи шайқастың жай-жапсары туралы қалам-баламнан қысқа нұсқа бар. Мынау Сақтардың жері. Бұл жерде Ескендір өзімен аттас тағы бір қала тұрғызады. Империясын кеңейтпекші ғой сол баяғы. Бірақ жергілікті халық бас көтереді, Суғұтлы Сыпатай қол жинап Ескендірдің әскеріне қарсы күреседі. Сақ жауынгерлермен бірге сақтарша ұрыс ұйымдастырады. 2 жылдай македондықтарға қарсы партизандық соғыс жүргізеді. Біздің заманымызға дейінгі 328 жылы Сыпатай бастаған Суғдылар мен сақтар әскері мұздай қаруланған 4000 македондықты қырып салды. Ескендір Зұлқарнайынның әскері бұған дейін мұндай соққы көрмегенді. Ескендір Сырдарияның бойындағы ұрыста сақтарды әрең дегенде жеңеді. Бұл ұрыста оған катапультаның көмегі зор болады. Ескендір бұл шайқаста тіпті жарақатталады. Дала әскеріне македондықтармен ымыра жасасып, Сыпатайды ұстап беруге тура келеді. Бірақ Ескендір Зұлқарнайын ұлы даланы бағындырудан бас тартады. Ал сақтар ұлы Ескендірге төтеп берген ең мықты әскер ретінде тарихта қалады.